Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Сако KZ арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге видеоның атынан көріп отқандай телефонмен ақша табудың жолдарын үйрететін боламын. Жолдарын болғанда бір программаны айтатын боламын, және де бұл видеолар түрлі тармақтарға бөлінетін болады. Мен сіздерге әртүрлі программаларды айтатын боламын, және де осы жасаған, яғни ақша жасаған программаларны тест жасап, яғни ақшаны шығаруға бола ма, соны көрсететін боламын. Енді бұл программа өте керемет программа, Globus деген программа, міне Globus деген программа өте керемет программа. Бұл программаның бұрынғы аты негізі Globus Mobile болған болатын. Бұл туралы естулеріңіз бар деп ойлаймын, Globus Mobile деген программа. Енді Globusқа кіреміз. Осы видеоның описаниясында бір сілтеме болады. Сол сілтеме арқылы кіресіз және начать, яғни логин жазасыз, и начать зарабатывать дегенді басасыз. Және де достар, мен сіздерге жаңағы қалдырып кетем деген ссылкаға кіресіз. Кіргеннен кейін осындай бетше пайда болады сізде. Заработайте на том, что делали даром дейді. Яғни осында кіресіз, и кіргеннен кейін мына кезде ваш email деген болады. Осыған не агенттегі, мысалға баяғыда агентте барлығыңыз отырдыңыздар, білемін. Ваш email немесе amail.ru немесе любой mail.ru-ларыңыз жазасыздар, яғни email. Мен Gmail мен тіркелдім. Және начать зарабатывать дегенді басасыз, сізде автоматически регистрация жасалады. Сол арқылы кіріп регистрация жасайсыз. Және де бізде осы бір жерге кірген кезде, яғни міне қараңыздар. Қазір көрсетемін сіздерге оны толықтай. Енді Globustың программасын өзіне кірейік. Globusқа кірген кезде сізде осындай команда деген бетше ашылады. Сіз жаңағы регистрация жасағаннан кейін бұл программаны жаңағы өзінің сайтынан жүктеп ала аласыздар. Немесе Play Market желісінде бұл программа бар. Мінекей команда дегенге кіресіздер. Мынау менің шақырған адамдарым, яғни маған 6 адам тіркелген. Көріп тұрғандарыңыздай, осы 6 адам мен арқылы жұмыс жасап отыр. Енді осылай кіресіздер, команда тұрады, пригласить друзьяны басасыздар, өзіңіз адамдар шақыра аласыз. Мұнда адам шақырған кезде, сіз мысалға бір адамды шақырсаңыз, сол адамның тапқан ақшасының 10% сізге келіп отырады. Яғни ол 10% ақшаның ол төлемейді, компания өзі сізге төлейді. Сіз шақырған адам деген үшін сізге компания төлейтін болады. Және де мына жақта 300 ақша деген болады. Бассаңыз осындай бетшеге түсесіз, яғни сіздің профиліңіз samgat.02 Gmail деп айтқан болатым. Осы бір Gmail-мен кіріп отырмын. Және де мына жерде финансы деген болады. Финансыға кіргеннен мінекей мына жерде сіздің ақшаңыз. Мына жерде обновить деген бар. Мен обновить етіп отырасыз. Мен әзірге 0,6730 теңге таптым. Бұл программаның бір жақсысы, ешқандай да уақытыңызды алмайды, жай ғана сізге реклама келеді. Сіз автоматически қосылғаннан кейін осындай сізден пайда болады. Ожидаем рекламу дейді. Және де сізге сообщение сияқты дыбыс шығады. Төбеге түсіресіз. Мұнда новый реклама деп тұрады. Соған басасыз және де X басасыз. Болды. Және де осы жерге ақша түсіп отырады. Мысалға күніне бір минимум 70 бір нәрсе цент түсіп отырады. Ол деген әрине өте аз емес. Сіз бұны ақшаға айналдырасыз, осылай жасай бересіз, ол ақша жинала береді. Және де бұл ақшаны сіз WebMoney және де PayPal кошелектеріне шығара аласыз. Егер сіз WebMoney-ға шығарсаңыз, WebMoney-дағы ақшаны Kiwi-ға шығаруға болады. Оны алдағы уақытта мен сіздерге үйрететін боламын. Және де мұнда кіреміз. Галерея деген не деп ойлайсыз? Галерея ол менің көрген жарнамаларым. Осы мінекей. Осы бір жарнама қайталап түсе береді. Мысалға мына жарнама маған 2-3 рет келді. Міне үстіндегі X-ті басамыз, болды. Сіз жарнама қарадыңыз деген сөз. Және де новостиға кіресіз. Новостида ол өзінің обновлениелер туралы жазып қойған. Енді мұнда командаға кіреміз. Үстінде 3 точка, не точка, осыған басамыз. Басқаннан кейін настройки дегенге кіреміз. Настройки вибрация, яғни жаңа реклама кезде вибрация ойнайды, және де звук деген болады. Звук ойнайды. Бұны алып тастасаңыз, сізде ойнамай қалады. Және де выбор мелодия, өзіңіз бір сообществоны таңдап аласыз. Мысалға мен таңдаған, міне мына таңдаған. Яғни осы дыбыс арқылы маған келеді. Режим планшет, яғни горизонталда не келеді сізге, яғни ойнап отқан сияқты, мысалы поворот экран автоматически қосылып, осы арқылы реклама келеді, ол керек емес. Геореклама, получать более дорогую интересную рекламу дейді, ол сізге керек емес. Және де тіліңіз, мұнда үш ақ тіл, украинский, ағылшынша және де орысша. Әрине орысшаны таңдаймыз, және де ақшаны табасыз. Осы арқылы ақша табасыз, сілтемесі төменде болады, сізде ақша табыңыз. Және де шточканы басып, мына жерде оцените приложение, бұны сіз яғни өзіңіз оценить етесіз. Және де установить аватар, яғни өзіңіздің неңізге фото қоясыз, яғни аккаунтыңызға. Және де мұнда
выход деген болады, выход әрине шығу, сайт деген болады. Сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін қазір бізде осындай тағы да осындай бетше пайда болады. Осында үш точканы басамыз, үш сызықша, мінекей менің автоматик өзіңіздің профиліңіз ашылады, және де команда дегенге кіреміз. Команда дегенге кіргеннен кейін осындай статистикасын қарауға болады, сіздің ссылкаңыз, және де ваша ссылка дегенге кіріңіз. Обязательно кіріңіз, сіздерге маңызын айтып кетемін. Және де мында екі ссылка болады. Біреуі постоянно ссылка приглашениеге, және де ал екіншісі постоянно ссылка приглашение, яғни сіз сол тапқан ақшаның бюджетінен 10% алып отырасыз. Осыны копировать етіп аласыз, және де осы арқылы достарыңызды шақыруыңызға болады. Финансы бұл әрине кіріс және де шығыс, яғни кіріс менде осындай көлемде кіріс кірген, әлі 0,075 баланс, яғни өзіңіздің ақшаңыз осындай перевести средства дейді. Мінекей бұл жерден өзіңіз аударып аласыз PayPalға, или мысалы PayPalға мінекей 0,50 центтен бастап қана шығаруға болады WebMoneyға, ал PayPalға тек қана $10 бастап шығара аласыз. Менде әлі 0,50 центке жеткен жоқ, менде әлі 0,01 деген сан, яғни 0,6330, ол деген әлі 50 болған жоқ. Оған көп еңбектенуіңіз керек, яғни өзіңіз реклама жасаңыз, мен сіздерге осы арқылы реклама жасап, сізде ақша табасыз, мен де ақша табамын. Ендеше достар, сіздермен болған мен Нұржан Самғат. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар достар.